Қайырлы күн оқырман, сіздермен бірге сіз білесіз бе айдары. Біз күнделікті өмірде, жақындарымыздың жеке меншік мерекесінде біреуіміз туылған күніңмен деп құттықтасақ, біреуіміз туған күніңмен деп жатамыз. Осы екі сөздің қайсысы дұрыс? Сіздермен соны талқылап көрейік. Туылған күн формасындағы «ыл» бұл ырықсыз етістіктің жұрнағы болып келеді. Яғни өз-өздігінен орындалған процесс. Ал туған күн, яғни бұның иесі бар жасалған етістіктің. Сондықтан туған күн нұсқасын қолданғандарыңыз дұрыс. Келесі, рақмет пе, жоқ әлде рахмет пе? Біз күнделікті өмірде біреуіміз рахмет десек, біреуіміз рахмет деп, яғни осы сөз талас тудырып жатады. Жалпы дұрыс нұсқасы рақмет. Неге? Себебі рахмет дегенде «х» бұл бізге араб тілінен енген. Ал қазақ тілінде «х» әрпі жоқ. 2013 жылы қазақ тілінің орфографиялық сөздігінде рахмет деген сөздің дұрыстығы негіз болған. Сондықтан дұрыс сөйлеп үйренейік.